Өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Бексұлтан Бекайдаров тыңдармандарына қандай туынды тарту етпек? Жұлдызды әншілермен дуэт дайын тұр. Әнші Шахризада желідегі жазылушыларына не ұсынып жүр? Мен өз блогымда көбінесе ән айтамын. Әлеуметтік желі арқылы қалай танылуға болады? Жақсы бір хит әнге кавер жасап, мысалы, салып атқандар бар ютубқа да. Контенттің өтімділігі неге байланысты? Толығырақ бірер секундтан соң. Өнерге әркімнің ақ бар таласы деп тегін айтылмаса керек. Осыған орай қазіргі таңда талантымды танытам деген жастарға мүмкіндік көп. Тіпті демеушісіз-ақ жетістікке қол жеткізуге болады. Бұған желі арқылы жұлдызы жанып, есімдері елге танылған өнерпаздар дәлел. Бүгінгі шығарылымда әлеуметтік желі арқылы жұртқа кеңінен танылған өнер иелерін таныстырамыз. Сезбедік пе бақытты барында, содан кейін айналдық сағымға. Қазір менің басқа жан сүйгенім, қазір сенің басқа жан жаныңда. Сезімдердің қалмады құны түк, жүрміз өзге жүректі жылытып. Кешір жаным, келмеске кетті күн, өшір бәрін жүректен ұмытып. Бұл Бексұлтан Бекайдаров, жалпақ жұртқа Бека деген атпен танылған. Болашақта қазақ эстрадасын өркендетуге өзіндік үлесін қосу мақсатында өнер жолын таңдағанын айтады. Бекайдаров бүгінде әлеуметтік желі арқылы киелі сахнаға көтерілген әншілердің бірі. Енді қазір 21 ғасыр ғой, әрине қазір барлық әншілер, барлық бәрі әлеуметтік арқылы ғана танылып жатыр. Бұрын енді интернет деген болмағаннан кейін көбісі гастрольде жүретін, тегін концерттер беріп танылатын. Ал қазір Инстаграм, интернет, өз заман сонда ғой, интернет заманы ғой қазіргі таңда. Үйде жатсаң да қазір тамақ ішкің келсе де әлеуметтік арқылы заказыңды бересің. Әрине қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы тануға болады. Халықтың назарын аудару мақсатында жас әншілердің басым бөлігі түрлі аспапта ойнап танымал әндерге кавер жасап, оны Инстаграм парақшасына жариялап, жұлдызын жағуда. Сіздің шығармашылығыңыздың өркендеуіне қанша пайыз желінің септігі тиді деп айта аласыз? 50% тиді деп ойлаймын. Өйткені мысалға бір ән шығарамыз, оны біз әлеуметтік жерге береміз, сайттарға саламыз, одан кейін біз оны таратамыз. Досына таратасын, басқа досына таратасын, салып жіберші, таратып жіберші дейсің. Мен өзім кавер түсірмеймін, бірақ классикалық әндер пианиномен өзім айтамын. Енді Алла қаласа жұлдызды әншілермен дуэт дайын тұр, бейнебаяндар дайын тұр. Алла қаласа енді соларды шығару керек, жарыққа болды. Классикалық әндерді күйсандықтың сүйемелдеуімен шырқап, әлеуметтік желіге жүктеген бейнероликтеріңізге желідегі жұрт қандай баға беруде? Жаман пікір қалдырған жоқ маған осы уақытқа дейін. Инстаграмнан жазады, ұлдарды, қыздарды жазады, әнің жақсы екен, осындай әндер көп болсын деген сияқты шығарады. Жаман пікір жоқ, Құдайға шүкір. Қазіргі таңда TikTok сәнге айналғандай, онда жастың да, жасамыстың да отыратыны белгілі. Жас әнші Бека Бекайдаров болса, ер азаматтардың TikTok түсіруін құптамай деген, жігіттердің мың бұрала билеп, оны әлеуметтік желіге жүктеуін жөнсіз деп санайды. Енді TikTok ашып қойғам, бірақ TikTok түсірмеймін мен өзім. Білмеймін, бір ыңғайсыз қазір көп жігіттер TikTok түсіреді, бүйтіп, әйтеуір. Білмеймін, мен көзіме ол бір түрлі көрінеді. Инстаграмда бірақ отырам. 24 сағат Инстаграм қосылып тұрады менде. Жинағаны лайк, қуғаны хайп. Жастардың көпшілігі тез танылу үшін атың шықпаса жер өртте дегендей бәріне дайын екені белгілі. Бекайдаров жастардың желіде жариялайтын ессіз қылығына дер кезінде шектеу қоймаса, өскелең ұрпаққа зиянын тигізбей қоймайды деген пікірде. Мысалға, кішкентай қарындастарымызға келетін болсақ, уже хайп үшін не істемейді. Мысалы, ашық шашық жүреді, соны хайп дейді. Мен ойлаймын, ол келешек ұрпаққа өте зиян нәрсе. Мен ойлаймын, тек қана бір жақсы дүниелер сондаймен жасамаса, андай жаман хайптар мен үшін ұнамайды. Уақытымның басым бөлігі әлеуметтік желіде емес, дыбыс жазу студиясында өтеді дейді өнерпаз. Одан бөлек әлемді жайлаған пандемия оқуына әсерін тигізгенін айтады.
оқуға өте қатты тиді. Оқуым до конца ары қарай аяқталмады. Содан кейін онлайн сабақ болып кетті ғой қазір көбінесе. Біздің мамандық онлайнға жатпайды да. Біз күнделікті ағаймен распевать ету керек, біз ағайын бізді үйтіп көрсету керек, тура қасында тұрып көрсету керек. А онлайн ол біздің неге мамандыққа ол қате деп ойлаймын. Қазіргі таңда мен Алматыдамын, Құрманғазы консерватория 4-ші курс студентімін. Өнер вокал отделениесінде оқимын. Биыл Алла қаласа бітірем, аманшылық болса. Содан кейін жеке әндерім, клиптарым бәрі дайын тұр. Оқуы мен шығармашылығын қатар алып жүрген Бекайдаровтың жуырда екінші тың туындысы жарық көрді. Бұл екінші клипті трековый клип, сюжет қатты жоқ ондай. 4 сағаттық студиялдық түн ішінде ғой. Түнгі 12-де барып түсірдік бауырлармен. Трековый ғана, сол 2 сағат трековый түсірдік. Таңғы 5-те Қапшағайда мұз болып тұрады ғой. Сол кезде біз Қапшағайдың кейбір жерін, әдемі жерлерін бүйтіп дронмен, несімен алдық. Бірақ сюжетінде трек деп айтамайым, клип деп. Оның алғашқы клипімді трековый болған жоқ ол кезде. Ол кезде сюжетный болды. Ол кезде енді актерлар да бәрі ойнады. Сен үшін бәрі оңай ғана ма, қарамай жүрсің көп айналаңа. Қоштасу жайлы сен айтқандай, қаламай тұрып солай бола ма. Жас әнші елімізге белгілі ақындармен шығармашылық байланыс орнатқан. Өзіміздің бауырымыз Бағдәулет Арыстан деген бар ғой. Сол бауырыммен жақсы араласам. Өте қарапайым жақсы жігіт. Соның сөздері ұнайды маған. Одан кейін Құрманай Бақтиярқызы әпкеміз бар ғой. Сол кісімен де жақсы араласам. Алла қаласа әндерім сол кісінің сөзімен де жазылады. Таныссыз танылған әнші туған жері Талдықорғанда жүргенде-ақ болашағынан үлкен үміт күттірген екен. Біз рэп дейді ғой енді ол кезде. Рэп айта бастадық. Рэптен ақырын рэп айтып жүрдік та, одан кейін Текелде Жандос деген ағайын болатын. Ол кісі тұрды, сен даусың кішкене вокалға келеді деді. Сен мүмкін рэп емес, рэп айтсын дейді қасындағы достарын. Сен соның қайырмаларын айтып отыршы деді, вокальны. Сөйтіп мені сол неге тартты. Одан кейін қазақша әндер айта бастадым, сөйтіп кетіп қалды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Бұл пікірмен Бексұлтан да келіседі. Өйткені әнші осы уақытқа дейін білікті де, білімді ұстаздардан тәлім алғанын, және солардың арқасында өнер әлеміне қадам басқанын алға тартады. Текел қаласында мен ең алғашқы ұстазым сол Жандос деген кісі болатын. Жас жігіт ол кісі. Сол мені әнді қалай үйреттуді бастап, сол кісі үйретті мені. Сол кісі алғашқы ұстазым болды. Одан кейін музыкальный колледжға түскен кезде Талғат Игенбаев деген вокал өнерінен беретін мұғалім болды. Сол кісіде 4 жыл оқыдым, ол кісіден көп нәрсе үйрендім. Одан кейін Құрманғазы консерватория түскен кезде Ұлан Мырзакасымович Кенжебеков деген ағайымда 2 жыл оқыдым. Ол кісіде 2 жыл оқыдым да, одан кейін 3-ші курста тағы ағайға ауыстым. Мұрат Шалабаев деген. Бірақ енді ол кісі өте жақсы кісі, өте білмеймін, вокал өнерін өте қатты сүйетті. Дайындаған кезде шын көңілмен осы баладан бір нәрсе шықсыншы, осы баладан ертең бір жерде үстіп шырқап ән айтсыншы деген ниетпен дайындалады. Күніне мысалы 7-сіне 5 рет келеді. Ерінбей келеді, үйінен келеді, кешке болсын, түнгі 8-9-ға дейін ол кісімен дайындаламыз. Енді ұстаздарым бәрі жаман емес, бәріне рахмет айтам. Соңғы міне қазір Мұрат Шалбаевыма мен өте ризамын. Ал әншінің жүрегін жаулаған ару бар ма? Бұл жақ құпия болып қалсын. Оны енді білмеймін енді. Қазір бар деп те айтамайым, жоқ деп те айтамайым. Осы сұраққа құпия болып қалсын. Өнер иесінің айтуынша кез келген арудың сұлулығы мен жан дүниесі үйлесім табуы керек. Адамдар осы айтады ғой, маңызды келбет емес дейді ғой. Я внешность жүрегінде иман болса вот, мен негізі келбетке қараймын бірінші. Кім сұраса да мен келбетке қараймын. Оны мен айтпай қойын, мында мәселе келбетте емес демеймін. Келбеті әдемі көңілімнен шығып тұрма, ары қарай екінші уже иманды болу керек. Бірақ мінезін мен өзім түзеп аламын.
қандай мінез болса да келбетіне мінезі сай келу керек, түріне сай келу керек. Соны тілеймін енді бұйырса. Дегенмен Бекабек Айдаров жеке басына қатысты жайтты қанша жасырса да талғамындағы аруды жолықтырса, биылдан қалмай шаңырақ көтеруге дайын екенін жеткізді. Мақсатымдағы болашақ әйелім келбетті, иманды, әке-шешемді сыйлайтын, қазір енді көбісі енді материалдық жағдайға дайын нәрсеге келгісі келеді ғой. Ондайға емес, бірге көтеріліп, өзімді сыйлап тұратындай, сіз деп сыйлап, әке-шешемді сондай бір ару бұйырсыншы деп тілеймін. Әрине бір көп ұзаққа созбай үйленуге дайынбыз. Тоже ойлаймын, болашақ жарым кішкене өнерге кішкене болсын қатысы бар, түсінетіндей болса ғой деп тілеймін. Айтым сәлем, қалам қас, саған құрбан, мал мен бас, саған ғаннан сені ойлап келер көзге ыстық жас.